Цифрлық трансформация. Жасанды интеллектіні енгізу арқылы тергеушінің жұмысы мен атқарушылық іс жүргізу процесі цифрландырылды. Тергеушінің интерактивті көмекшісі дауысты мәтінге айналдырады, түрлі адамның жауаптарын салыстырып, қарама-қайшылықтарды анықтайды, жауап алу үшін нақтылайтын сұрақтар ұсынады, процессуалдық құжаттарды автоматты түрде қалыптастырады. Бұл жоба тергеу уақытын қысқартып, тергеушілерді техникалық жүктемеден арылтуға мүмкіндік береді. Ал робот сот орындаушы, жеке сот орындаушының қатысуынсыз атқарушылық істі дербес қозғайды. Бұрын қарыз уақытында өтелмеген жағдайда жеке сот орындаушысына айыппұл сомасының 25%-ын қосымша төлеуге тура келген. Енді азаматтар артық шығыннан және сот орындаушыға барудан босатылып, уақыты мен қаржысын біршама үнемдей алады. 20 айлық есептік көрсеткішке дейінгі сомада жеңілдетілген іс жүргізуді қозғағаннан кейін азаматтар 1414 нөмірінен SMS хабарламамен eGov Mobile қосымшасы арқылы іс туралы толық ақпарат бар пуш хабарлама алады. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін қарызды онлайн төлеу мүмкіндігі енгізілді. Осылайша адами фактор толығымен жойылып, оның орнына робот жұмыс істейді. Ролик Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.